Араб шейхтарының шынайы өмірі. Әлемде байлық десе ең бірінші ойға келетіні араб шейхтары. Алтынмен қапталған көліктер, жеке ұшақтар, шексіз сарайлар, гауһар, тасқа толы сағаттар. Бірақ біз көріп жүрген бұл сурет шейхтардың өмірінің тек сыртқы қабығы ғана. Шынайы өмірі мүлде басқаша. Көп адам ойлайды, шейх болу, ештеңе істемей, мұнайдан ақша ағып тұрады деп. Алайда араб елдеріндегі байлықтың артында өте қатаң тәртіп пен үлкен жауапкершілік жатыр. Мысалы, Біріккен Араб Әмірліктерінде шейх жай ғана бай адам емес. Ол өз әулетінің, тайпасының және бүкіл елінің тағдырына жауапты тұлға. Шейхтің бір қателігі миллиардтаған доллар жоғалтуы мүмкін. Олардың балалары біз ойлағандай ерке болып өспейді. Көпшілігі жас кезінен әскери тәртіппен тәрбиеленеді. Таңғы 5-те тұру, қатаң режим, шетелдегі ең мықты университеттер, дипломатия, экономика, саясат бәрін меңгеруге міндетті. Өйткені әкесінің байлығы олардың меншігі емес. Бұл мемлекет сеніп тапсырған уақытша жауапкершілік. Шейхтардың күнделікті өмірі де кинофильмдегідей емес. Көпшілігі таңын үкімет отырыстарынан бастайды. Инвестициялық келісімдер, шетелдік корпорациялармен құпия кездесулер, триллиондық жобалар олардың қалыпты жұмысы. Дубайдағы зәулім ғимараттар мен жасанды аралдар тек сән үшін салынған жоқ. Бұл мұнай біткен күнге дайындық. Бүгінде араб елдерінің кейбірінде мұнайдан түсетін табыс мемлекеттік кірістің жартысына да жетпейді. Қалғанын туризм, логистика, қаржы, технология және жасанды интеллект қамтамасыз етеді. Ал біз әлеуметтік желіден көретін алтын унитаздар мен суперкарлар бұл тек имидж. Шынайы байлық олардың қорқынышында. Иә, дәл солай. Шейхтардың басты қорқынышы мұнай бір күні бітеді. Сол себепті олар жүздеген миллиард долларды болашаққа салып жатыр. Бір күнде 1 миллион доллар жоғалту олар үшін трагедия емес. Ал бір стратегиялық қателік бүтін бір мемлекетті күйретуі мүмкін. Тағы бір көпшілік білмейтін шындық, шейхтар өз елінде заңнан жоғары тұрмайды. Корольдік әулеттің өзі ережені бұзса, биліктен алынып, барлық активінен айырылуы мүмкін жағдайлар болған. Олардың байлығы еркіндік емес. Бұл алтын тор. Көп шейхтар қарапайым халық сияқты көшеде еркін жүре алмайды. Оларды күзет, бақылау, қауіпсіздік әрдайым қоршап жүреді. Ал қарапайым өмір олар үшін ең үлкен арман болуы мүмкін. Сондықтан араб шейхтарының шынайы өмірі тек сән салтанат емес. Бұл билік, жауапкершілік, қауіп және тоқтаусыз қысым. Біз қызығып қарайтын алтын әлемнің артында ұйқысыз түндер мен ауыр шешімдер жатыр. Байлық бәріне бақыт әкелмейді. Кейде ол тек ауыр жүкке айналады. Осындай видеолар ұнаса арнаға жазылып лайк басып, комментарий жазып қолдап қойыңыз.